Сәлем достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып өтіңдер. Бүгін өте дәмді болып шығатын пеште піскен балық дайындаймыз. Алдымен қажетті заттарымыздың барлығын дайындап аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай балығымды тазалап, қажетті көкөністердің барлығын ашып, жуып тазалап алдым. Міне осылай терканың көмегіменен өте жіңішке етіп картошкамның барлығын турап алдым. Сәбіз, пияздарымды турадым. Енді міне осылай балықты майдалап осу қажет. Арасы пісу үшін, таза пісу үшін осылай істегендеріңіз жақсы. Өте әдемі көрінеді, оның үстіне таза піседі. Осылай пышақпен кесіп алдым барлығын. Енді табама фольга төсеп, май құйып алдым. Майдың үстінен пиязымызды саламыз. Пиязымызды жайып, бір тегіс етеміз. Оның үстінен сәбізімізді төсеміз. Сәбізімізді бір тегіс етіп, барлық жеріне жайып шығамыз. Міне сәбізді жайдым, енді оның үстінен картоплымызды саламыз. Картоплымыздың барлығын салып, бір тегіс етіп жайып, әдемілеп аламыз. Енді осының үстінен не қарай аздаған тұз себеміз. Тұзымызды жайып алдық. Үстінен мен балыққа арналған приправа пайдаландым. Содан кішкене қосамыз. Одан соң қара бұрыш пайдаландым. Бұрыштан да кішкене саламыз. Бір кесе помидордың соғын құйдым. Енді осының үстінен балығымызды әдемілеп қойып шығамыз. Міне балықты қойып шықтым. Осы балықтың үстінен қайтадан жаңағы жарты кесе соғымызды құйып аламыз. Қызып тұрған 220-240 градус пеште 40-45 аралығында пісіріп аламыз. Міне менің балықтарым дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Керемет болды. Барлық жері піскен, жұмсақ балықтарымыз дайын. Менің арнама тіркеліп өтіңіздер. Қолдауларыңызға рахмет.